Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жылдам дайын болатын, тек қана 4 заттан тұратын, жаңа жылдық немесе кез келген мейрамға жасауға болатын мандарин қосылған оңай салат жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге осындай заттар қажет болады. Барлығы мөлшерін астына жазып қоямын. Өте оңай, жылдам дайын болады. Ең алдымен піскен жұмыртқамызды 4 бұрышты етіп бөліктерге бөліп турап аламыз. Осындай бөліктерге бөлеміз. Барлық жұмыртқаларды осылай турап аламыз. Өте жылдам дайын болатын салаттың бір түрі. Жасап көруге кеңес береміз. Сізге ұнайды деген ойдамын. Ерекше және де көп затты қажет етпейтін оңай салат. Жұмыртқамыз турап болғаннан кейін осындай краб таяқшаларын, егер де осындай үлкен жалпақ болса, ортасынан бөліп, дәл жұмыртқаның көлемінде етіп тураймыз. Немесе жұқа болса, краб таяқшаларыңыз, оны ортасынан бөлмей тура берсеңіздер болады. Краб таяқшаларын турап болдым. Енді мандаринге көшеміз. Мандаринімізді әрқайсысын осындай бөліктерге бөлеміз. Және де мандариннің сүйексізін алған дұрыс болады. Өйткені салаттардың арасында сүйек кетіп қалуы мүмкін. Менде Марокко мандарины. Осылай артық жерлерін бәрін алып тастаймыз. Және де мандаринді тек қана ортасынан бөлеміз. Барлық мандаринді осылай тазалап, ортасынан бөліп турап шығамыз. Міне осылай 5 дана мандарин алдым. Мандарин көбірек болған дұрыс болады. Салатымыз өте сочный болып шығады, өте дәмді болады. Салаттарымыздың турайтындарын турап болдық. Енді кукурузный банкамыздың жартысын қосамыз. Енді осында 3 дана сарымсақты алып, сарымсақтың үгітетін осындай құралмен сығамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де үлкен 2 ас қасық майонез саламыз. Салатымызды араластырып болғаннан кейін дәміне қарай үстіне тағы да тұзын, майонезін қосуға болады. Міне осындай өте жылдам, оңай дайын болатын салаттың түрі. Кез келген қонаққа, мейрамға жасасаңыздар болады. Мандаринін көбірек қоссаңыздар, өте сочный, әдемі, дәмді болып шығады. Егер де осы салатым сіздерге ұнап жатса, менімен бірге жасап көріңіздер. Ұнаған болса, астына комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып қойсаңыздар болады. Және де мені қолдап, каналымның астына лайк басып, маған тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрқайсыларыңызға өте қуанышты боламын. Міне осындай өте оңай салатым дайын болды. Жаңа жыл мейрамына, туған күндерге, кез келген мейрамдарға жасап көріңіздер. Тек қана 4 заттан тұратын, өте қолжетімді, оңай салаттың бір түрі. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнап жатса, лайк басып, мені қолдап қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.